жалпы алған кезде пайғамбарымыздың заманында болсын, Хазірет Омардың заманында болсын, өзге дін өкілдерімен қатынасу, байланысу деген дүниелер болған. Тіпті кейбір өзге дін өкілдері мұсылмандардың мешіттеріне келіп құлшылық жасаған жағдайлар да болған. Кейде мұсылмандар христиандардың шіркеулеріне барып намаз оқыған жағдайлар да болған. Сондықтан да өзге дін өкілдерінің жалпы мұсылмандар үшін, соның ішінде әхлил кітап дейміз, мына яхуди болмаса христиан діндер үшін мұсылмандарға белгілі бір мүмкіншіліктер берген. Ол дін өкілдерінің жаңағы әйелдеріне үйленуге болатындығы туралы, ол дін өкілдері сойған етті жеуге болатындығы туралы, сондай мәселелер бар. Сондықтан да ол дін өкілдерінің белгілі бір мейрамдарына қатысу, әрине оны жүрекпен тойлау болмаса жүрекпен бір соған жақтас болу деген мағынада емес. Жалпы исламда жаңағы мұсылмандарға жүректі жібіту деген де бап бар. Сол бағытта олармен бейбіт қатар өмір сүру, немесе ақырындап жаңағы өзімізге тарту, болмаса мұсылмандардың ізгілігін көрсету мақсатында оның ешқандай бір әбестігі жоқ деп ойлаймын. Бірақ егер соған кіріп кететін болса, өзінің дінін ұмытып кететін болса, ондай жағдайда әрине бұл болмайтын шаруа. Өйткені пайғамбарымыздың тағы бір хадисі бар: "Мән ташаббаха биқаумин фахуа минхум" дейді. Кімде-кім бір қауымға ұқсайтын болса, ол солардан дейді. Яғни сондықтан да қандай да бір қауымға ұқсап кету немесе соларға еліктеу ол исламда қолданыстағы мәселе емес. Жалпы алған кезде енді қазір біз көп конфессионалды мемлекетпіз дейміз ғой. Сондықтан да көп конфессия болғаннан кейін біз олармен бейбіт қатар өмір сүруге мүдделіміз. Сондықтан да жаңағы Рождество күнімен оларды жаңағы құттықтап жатамыз, олар біздің құрбан айтуымызбен құттықтап жатады деген сияқты жағдайлар болып жатыр.